Астана қаласында білімнің салтанат құруы атты конференция өтті. Шараны білім өркениеті ұлттық инновациялық ғылыми зерттеу орталығы мен мемлекеттік тарихи институты ұйымдастырып отыр екен. Конференцияда елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың рухани жаңғыру және ұлы даланың 7 қыры мақалалары жан-жақты талқыланды. Еліміздегі білім беру ісі мен ғылымға қатысты жайттар талқыланған жиында әр облыстың атынан қатысушылар келді. Шара соңында өз саласында үздік деп танылған мектеп директорлары мен мұғалімдер марапатталды. Конференцияны дәстүрлі түрде өткізу жоспарда бар дейді шара ұйымдастырушылары. 2050 стратегиясында елбасымыз осы қазір біздің мәдени құндылықтарымызға төніп тұрған қатерлерді атап өткен болатын. Және де осы мақалаларында осы ұлттық құндылықтар, рухани мәселелерді көтеруінің де елбасымыздың себебі осы қоғамдағы ұлттық мәселелерді барынша шешу болып табылады. Үлкен конкурстар, байқаулар бұл ұжымның беделін, ұжымның мектепте атқарылып атқан жұмыстарын барынша көрсетеді. Сол шығармашылықтың арқасында біздің ұстаздарымыздың білімге деген, оқушылардың білім сапасын арттыруға деген талабын арттырады. Білімге шекара жоқ. Оған дәлел 25 жылдан бері әлемнің әр елінен білім алып, ел игілігі жолында қызмет етіп жүрген жастар. Биыл болашақ бағдарламасына 25 жыл.